Сабақтың тақырыбы объектілердің үшті модельдері. Сабақтың мақсаты үшті редакторындағы объектілердің модельдерін құру. Модельдеу үш өлшемдік графика программаларының көмегімен объектілерді жасау процесі. Әр түрлі программалар өнімнің тартымды әрі көрнекті болуын қамтамасыз ететін объектілер бар. Мысалы, мәтіндік редакторға мәтінмен қоса дыбыс, анимация, сурет, диаграмма қоюға болады. Міне осындай объектілерді программаға енгізетін программа модульдерін кірістірілген объектілер немесе программалар деп атайды. Қазір мен сіздерге SketchUp Make бағдарламасында ыдысты моделін жасауды көрсететін боламын. Ол үшін құрал-саймандар батырмасынан шеңберді таңдап, шеңберді сызып аламыз. Одан кейін сығу, созу батырмасын таңдап, біз шеңберімізді жоғары қарай көтереміз. Одан ары қарай әрекетіміз, яғни осы шеңбер көтеріп алған шеңберіміз, яғни ыдыстың ішін жасау үшін тағы да құрал-саймандар қатарынан шеңберді таңдап, шеңберді сызып аламыз. Одан кейін сығу батырмасын қолдана отырып, шеңберімізді ішке қарай түсіреміз, яғни біз қазір ыдыстың ішкі моделін жасап жатырмыз. Біздің ыдысымыздың моделі осындай болды. Енді осы ыдысымызға біз яғни ұстайтын ұстағыш жасауымыз керек. Ол үшін құралдар саймандар қатарынан доғаны таңдап алып, яғни шеңбердің жартысын сызып аламыз. Осы доғаны сызып алғаннан кейін қайтадан сығу және созу батырмаларын таңдау арқылы біз оның көтеріп аламыз. Мына әрекетін көріп отырсыздар ғой. Одан кейін осы сызып алған моделімізді, яғни ауыстыру батырмасын таңдай отырып, біз шынының жанына жақындатып қоямыз. Біздің шынымызды жақындатып қою үшін, яғни таңдау батырмасын басып, біз ыдысымызға жалғаймыз. Осы біздің шыққан модель, үшті моделіндегі ыдысымызды біз бояуымызға болады. Яғни құрал-саймандар қатарынан құйып бояу батырмасын басу арқылы. Мінекей біздің бүгінгі сабақтағы үйренетін сұлбамыз, яғни үшті форматындағы